Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда қарастыратын тақырыбымыз бізде тербелмелі қозғалыс, тербелмелі қозғалыстың теңдеуі деп аталады. Жалпы біз табиғатта көптеген қозғалыстар бақылаймыз. Мысалы, және ол қозғалыстардың бір ерекше қасиеттері бар екендігін сіздермен бірге талқылап көрейік. Мысалы, жер өз-өзін айналады. Яғни жер өз-өзін айналған кезінде бізде белгілі бір уақыт өтеді. Яғни ол бізде 24 сағат. Жер күнді айналады. Ол да белгілі бір қозғалыс. Немесе барлық планеталардың күнді айналуы қозғалысы. Немесе әткеншекте отырып тербелетін болсаңыздар, ол қозғалысты бақылап көрейік. Немесе бесікте жатқан сәбидің, яғни бесіктің тербелісін бақылайтын болсақ, сағаттың төменгі бөліктегі маятнигінің қозғалысын қарастыратын болсақ, барлығында ортақ бір қасиет бар екен. Яғни қарап отырсаңыздар, еске түсірсеңіздер, барлығына ортақ қасиет бұл белгілі бір уақыт ішінде қайталану. Демекте бүгінгі қарастыратынымыз тербелмелі қозғалыс дегеніміз дәл осы шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысқа ұқсас ерекше ортақ қасиеті, яғни периодты түрде қайталану сияқты, бірақ дегенмен бұл қозғалысында өзін ерекше қасиеттер бар екендігін бүгінгі сабақта бірге талқылап көрейік. Сонымен тербелмелі қозғалыс дегеніміз не деген сұрақтарға жауап бере отырып, және оның қандай ерекше қасиеттері бар екендігін бүгінгі сабақта талқылаймыз. Яғни еркін және еріксіз тербелістерге мысалдар келтіреміз. Амплитуда, период, жиілік дегеніміз не деген сұрақтарға жауап береміз. Және гармоникалық тербелістің графиктер бойынша координатаны жазуды үйренеміз. Сонымен тербеліс дегеніміз не? Бұл қарап отырсаңыздар, дененің бірде уақыт аралығында дәлме-дәл немесе жуықтап қайталанып отыратын қозғалысты айтамыз. Оған мысалдар өте көп, сіздерге көптеген мысалдар алып келдім. Мына бөлікте қарап отырсаңыздар, бұл қозғалыстың барлығы, яғни бүгіннен бастап біз не деп атайтынымыз тербелістер. Келесі, жалпы тербелістерді біз екі топқа бөліп қарастырады екенбіз. Алдағы уақытта оған жеке тағы да сабағымыз бар. Еркін тербеліс дегеніміз бұл тепе-тең қалыптан бір рет ауытқығаннан кейін сыртқы күштің әсерінсіз өтетін тербелістерді, яғни сырттан күш әсер етпей тек қана өз бетінше тербелетін болса дене немесе жүйе, онда мұндай тербелісті еркін тербеліс деп атаймыз. Оған мысал ретінде, яғни созылмайтын салмақсыз жіпке ілінген жүктің тербелісін қарастыруға болады, бір рет тепе-теңдік қалыптан ауытқығаннан кейін, немесе серіппеге ілінген жүкті бір рет тепе-теңдік қалыптан ауытқығаннан кейін қозғалатын болса, онда мұндай тербелістің барлығын біз еркін тербелістер деп атаймыз. Бірақ оның қандай ерекше қасиеті бар? Уақыт өтісімен мұндай тербелістер тоқтайды. Не үшін? Себебі ауаның кедергісімен үйкелудің нәтижесінде ауаның кедергісінің әсерінен бұл тоқтайды екен. Екіншісі, тербелістің екінші түрі бұл бізде еріксіз деп аталады. Яғни сыртқы периодты күштің әсерінен өтетін тербелістер. Яғни сыртқы күштің тербелісінің ең қарапайым мысал ретінде біз нені жатқызуымызға болады екен? Мысалы, есікті ашып жабу. Яғни есікті ашып жапқан кезінде ол өздігінен қайтып орнына келмейді ғой. Сондықтан да бұл жерде біз оны ашып жауымызда сыртқы күштің әсеріне өтетін тербеліс еріксіз тербеліске жатады. Немесе әткеншекте отырған баланы біз үнемі төменде жерде тұрып оны тербелтетін болсақ, қоңырау, яғни бұл да еріксіз тербелістеріне жатады. Немесе іштен жану двигателінің қозғалысы, яғни поршендердің қозғалысында біз еріксіз тербелістерге жатқызады екенбіз. Жалпы өмірде өте көп, алдағы уақытта бұны жеке әлі тоқталып қарастырамыз. Енді осы тербелмелі қозғалысты сипаттайтын шамаларға тоқталайық. Тербеліс амплитудасы дегеніміз не? Яғни қазір мен алдымен тақырыпта қарастырып өтеміз, және одан кейін эксперименттік түрде амплитуда, период, жиілік туралы, яғни тағы да бір рет қарастырып өтеміз. Тербеліс амплитудасы дегеніміз бұл дененің тепе-теңдік күйден ең үлкен ауытқу немесе ығысу мәнін айтамыз. Яғни оны бүгіннен бастап біз А әрпімен белгілейміз. Бұл бізде амплитуда. Амплитуданың өлшем бірлігі бізде метр болады екен. Егер де сантиметрмен берілген жағдайда, онда сіздер оны метрге міндетті түрде ауыстыруларыңыз керек. Келесі,
тербеліс периоды. Естеріңізде болса, біз бірінші тоқсанда, яғни айналу периодын қарастырған еді. Дәл сол сияқты тербеліс периоды дегеніміз толық бір тербеліске немесе тербеліс жасауға кететін уақыт екен. Және оны біз Т әрпімен белгілейміз. Период өлшем бірлігі естеріңізде болса, ол бізде секунд еді. Т секунд. Оның өзіне тән формуласы тура айналу периоды сияқты Т бөлінген N. Мұндағы Т дегеніміз уақыт, N дегеніміз бізде тербеліс саны. Яғни қанша рет тербелетін болса, сол санды біз бүгіннен бастап N әрпімен аламыз. Келесі тербеліс жиілігі бұл периодқа кері шама еді, және ол бірлік уақыт ішіндегі тербелістер санын айтамыз. Оны біз нью әрпімен белгілейміз, нью деп оқимыз. Және бұл тербеліс жиілігі өлшем бірлігі герц, яғни ГЦ деп жазамыз, герц. Немесе кей жағдайда 1 бөлінген секунд деп алсақ болады, немесе секундтың -1 дәрежесі. Периодқа кері шама болғандықтан да оның өзіне тән формуласы 1 бөлінген Т, бұл формуланы біз 2 деп алайық. Немесе нью тең N бөлінген Т деген формуланы сүйенеміз. Бұл формула бізде 3 болады. Келесі, дене тербеліс жасаған кезінде оның жылдамдығы және үдеу болады екен. Жылдамдығы және үдеу уақыт бойынша периодты түрде өзгеріп отырады. Бұл жерде жылдамдықтың максимал мәнін тауып алу үшін біз қандай формула қолданамыз? Яғни, ол жылдамдықтың максимал мәнін біз V max деп алатын болсақ, тербеліс үшін оның формуласы амплитудадан көбейтеді екенбіз бізде омега циклдық жиілікке. Яғни, бұл формуланы біз 4 деп аламыз. Айтпақшы, омега бүгінен бастап бізде циклдық жиілік деп аталады. Циклдық жиіліктің өлшем бірлігі бізде радиан бөлінген секунд еді. Сондықтан да оның өзіне тән формуласына тоқталайық. Яғни омега радиан бөлінген секунд. Және оның формуласы омега тең 2 пи бөлінген Т туры. Бізде бұрыштық жылдамдық сияқты формула е болады, бұл формула 4. Немесе тағы да екінші формуласы 2 пи көбейтілген нью. Мұндағы пи дегеніміз бізде 3,14-ке тең екендігін білеміз. Келесі, үдеу де өзгеріп отырады тербеліс кезінде дене тербелгендіктен де. Және бұның максимал үдеуді табу үшін келесі формулаға сүйенеді екенбіз. Яғни ол жылдамдықтың максимал мәнін көбейтеміз бүгіннен кейін омегаға. Бұл формула бізде 6. Немесе тағы да V max ашатын болсақ формуладан, онда бізде максимал үдеуді тауып алудың екінші формула шығады екен. Яғни А көбейтілген омега квадрат. Бұл формуланы біз бүгінен бастап неше деп алады екенбіз? 7. Үдеудің өлшем бірлігін ұмытқанбаймыз, және ол неге тең еді? Үдеу болсын, үдеудің максимал мәні метр секунд квадратқа тең өлшем бірлігі. Ал жылдамдыққа білеміз, яғни оның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд еді. Енді осы айтылған барлық тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негізгі шамаларды сіздерде жалпы феткаларда да көрсетейін. Мына сіздердің алдарыңызда берілген жүйе, яғни бұл бізде математикалық маятник деп аталады. Математикалық маятник дегеніміз не? Яғни созылмайтын, салмақсыз жіпкелінген жүктен тұратын жүйені айтамыз. Енді осы жерде біз амплитуданы қалай көрсетеміз? Амплитуда дегеніміз дененің тепе-тең қалыптан ең үлкен ауытқуын. Яғни бізде дене тепе-теңдікте тұрады вертикаль бағытта. Осының ең үлкен ауытқуын біз не деп атайды екенбіз? Амплитуда деп атаймыз. Келесі, тербеліс периоды дегеніміз не? Тербеліс период деп дененің тепе-тең қалыптан ауытқығаннан кейін тол бір тербеліс жасауына кететін уақытын айтамыз. Яғни бастапқы қалпына келуіне кететін уақыт. Ал жиілік дегеніміз сол бірлік уақыт ішінде жасалынған тербелістер саны екен. Ал енді осыны біз көрейік экспериментпен. Яғни мынау бізде тербеліс периоды деп аталады. Ал жоғары қарай көтерілген максимал биіктігіміз ол бізде не деп аталады екен? Амплитуда деп аталамыз. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістер санын ол бізде жиілік деп атаймыз. Сонымен қатар бұндай тербелістер кезінде бізде оның жылдамдығы мен үдеуде периодты түрде өзгеріп жатыр.
Енді осы тербелмелі қозғалыстың теңдеуіне тоқталайық. Жалпы бізде гармоникалық тербелістердің теңдеуін қарастырамыз, дәлірек айтатын болсақ. Гармоникалық тербелістер дегеніміз не? Яғни берілген физикалық шаманың уақыт бойынша мәннің синус немесе косинус заң бойынша өзгеруін айтады екенбіз. Бұл жағдайда бүгінгі сабақта аса күрделендірмей, ең алдымен бізде x координатаның уақытқа тәуелділік теңдеуін жазамыз. Координата не естеріңізде болса, x әрпімен жазатын едік. X бұл бізде координата. Енді осының біз теңдеуін жазған кезінде екі түрлі немен жазамыз. Яғни синус немесе косинуспен. X тең бүгіннен бастап бізде теңдеу келесі түрде жазылады екен. А бұл бізде амплитуда, көбейтілген косинус, жақшан ішінде омега көбейтілген т плюс фи нолевой. Мына бізде бірінші теңдеуіміз. Яғни косинус заң бойынша жазылды. Мұндағы А дегеніміз амплитуда, косинус, омега дегеніміз бізде циклдық жиілік, т дегеніміз уақыт, ал фи нолевой дегеніміз бұл бастапқы тербеліс фазасы деп аталады. Бастапқы тербеліс фазасының өлшем бірлігі бізде радиан, яғни өлшем бірлігі радиан болады екен. Ал келесі, осы жерде мұна жалпы фи дегеніміз бұл тербеліс фазасы деп аталады. Бұл қазақша басқаша айтқан кезінде синус немесе косинустың аргументін бұны біз фи немесе тербеліс фазасы деп атаймыз. Ол неге тең? Омега көбейтілген т қосылған фи нолевойға тең екен. Бұл формуланы біз неше деп аламыз? 2. Келесі А дегеніміз тағы да бір рет қайталап өтем. Амплитуда, омега циклдық жиілік, т уақыт, ал фи нолевой бастапқы тербеліс фазасы. Келесі, енді біз синуспен жазып көрейік. Онда x тең А көбейтілген синус, ал фазаның мәні өзгермейді, тербеліс фазаның. Сондықтан да омега т плюс фи нолевой түрінде жазылады екен. Осы бізде тербелмелі қозғалыстың теңдеуі деп аталады екен. Яғни бірінші және нешінші формуламыз біздің жағдайда үшінші формуламыз. Міне. Келесі, енді есеп шығару барысында бізде алдымыздан графиктер кездеседі. Сонда график бойынша синусоида немесе косинусоида екендігін қалай ажыратамыз? Біз білеміз математикадан. Косинус 0 градуста неге тең еді? Косинус 0 градуста бізде 1-ге тең. Демекте, егер де график 0-ден басталмайтын болса, қандай да бір саннан басталған болса, онда ол косинусоида екен білдіреді. Егер де график синус 0 градуста 0-ге тең болғандықтан да 0-ден басталатын болса, онда біздің графигіміз синусоида екендігін ажырататын боламыз. Енді осыны бекіту ретінде есептер шығару арқылы сіздерге көрсетейін. Сіздерде мынандай есеп берілген екен. Суретте келтірілген график бойынша амплитуданы, тербеліс периодын және жиілігін табыңыз. Сонымен қатар гармоникалық тербелістің теңдеуін жаз дейді. Ал енді сіздерге сұрақ. Бұл қандай график? Синусоида немесе косинусоида? Дәл алдыңғы білімді қолданайық. График 0-ден басталып жатқан жоқ. Олай болса бұл әрине косинусоида. Келесі, график бойынша бүгінен бастап амплитуда мен периодты оп-оңай ажыратуға болады екен, табуға болады. Амплитуда дегеніміз ең үлкен ауытқу. Қарап отырсаңыздар, графикте бізде амплитудамыз қаншаға тең болып тұр? 15 сантиметр. Демекте белгіні жазған кезінде А қаншаға тең деп алады екен? 15 сантиметр. Ең жоғарғы биікте тұрған қандай санға сәйкес келіп тұратын болса, ол бізде амплитуда деп аталады екен. Сантиметр метрге айналдырамыз. Ол бізде 0,15 метр. Сонымен қатар график бойынша біз тербеліс периодын анықтауымызға болады. Толық бір тербеліске кететін уақыт. Яғни қараңыздар, сіздер қалай табасыздар? Яғни бірінші тұрған амплитудадан келесі көршілес амплитудаға дейінгі аралықты аламыз. Сонда бізде қараңыздар, яғни осы жерде мұна астыңғы бөлімде орналасқан бізде период бізде 4 секунд болады екен.
Немесе ең қарапайым тағы да бір мысал, сіздер осы бастапқыдан 4 қадам жасап, сол 4-ші қадамның төменгі бөлігінде қандай уақыт тұратын болса, сол бізге тербеліс периодын беретіндігін ұмытпаймыз. Мысалы қараңыздар, 1-ші қадам мынау 2, 3 және 4, немесе жарты тербеліс, жарты тербелістің жартысы және тағы да жартысы, осы барлығы бір толық тербелісті береді екен. Төменгі бөлікте демек периодымыз қаншаға тең болып тұр? Бізде 4 секундқа тең болып тұр. Енді біз білдік бұл косинусоида екендігін. Енді график бойынша біз тербелістің теңдеуін жазайық. X атты белгісіз, сонымен қатар бізде қалғанында белгісіз болып тұр, соның бойынша табайық. Сонымен шешуіне жазамыз. Шешуінде, яғни x тең ең алдымен формуласын жазам, а көбейтілген косинус жақшаның ішінде омега т плюс бізде не болады екен? Финолевой. Біздің жағдайда бастапқы тербеліс фазасы бермей тұр. Демек те бұл жерде ығысу кезінде финолевой бізде қаншаға тең болып тұр? 0-ге. Енді x тең олай болса а көбейтілген косинус жақшаның ішінде жақшасыз жазам омега т. Бізде циклдық желік белгісіз. Бұл жағдайда циклдық желікті мен екпе бөлінген т формуласымен жазам. Себебі менде период белгілі. Енді орнына қоям. 2 көбейтілген 3,14 бөлінген менде қаншаға тең? 4-ке. Сонда менде шығады 6,128-ді бөледі екенмін 4-ке. Ол тең болатын мән 1,157 радиан бөлінген секунд екен. Енді барлығы менде түгел бар. Енді теңдеу жазу деген сөз барлық белгілердің орнына қойып шығу дегенді білдіреді. Ең қарапайым тілмен айтқанда, сонда 0,115 косинус 1,157 т деп жазам. Яғни мен теңдеу жаздым. Периодты таптым, енді менде желікті табу керек. Желікте белгісіз. Желік дегеніміз периодқа кері шама болғандықтан да 1 бөлінген. Т формуласын қолдандым, себебі менде период бар. 1-ді 4-ке бөлетін болсам, онда менде 0,125 герц шығады. Келесі. Сонымен қатар, осы бөлікте біз максимал жылдамдықты да тауып көрейік сіздерде. Түсінікті болу үшін. Ол а көбейтілген омега формуласына тең еді. Бұл жағдайда а дегеніміз бізде 0,115 метр, көбейтілген омегамыз 1,157 радиан бөлінген секунд. Сонда 0,115-ке көбейтетін болсақ, онда менде шығатыны жуықтап алатын болсам 0,24 метр секунд деп алам. Келесі, ал енді максимал үдеуді табу үшін не істейміз? А макс менде жылдамдық бар болғандықтан да жылдамдықтың максимал мән. Соны көбейте салам омегаға. 0,24 көбейтеміз 1,157-ге. Сонда шығатын мән 1,157-ге көбейтетін болса, ол тағы да жуықтауға болады екен. 0,10-мыңнан болып тұр бұл жерде. 3768. Мен 0,138 метр секунд квадрат деп қоям. Міне осылайша біз бір ғана графиктің көмегімен қаншама физикалық шаманы анықтадық. Келесі есеп сіздердің мектеп баспасының 9-шы сыныбынан алынған есебіміз 24-ші жаттығудан кітаптарыңыздан. Соны шығарып көрейік. Торғай қанатының желігі 10 герц дейді. Яғни ол бізде берілгенде жазатын болсақ, нью-1 торғайдікін деп алайық 10 герц. Келесі шыбындікі бізде 300 герц дейді. Нью-2 300 герц. Масандікі нью-3 деп аламыз. Ол бізде 450 герц екен. Енді айтып атыр. 1 минутта қанша тербеліс жасайтын әрқайсының қанаттарының. Соны табуымыз қажет. Яғни бізде бұл тербеліс период емес, жай ғана уақыт болғандықтан да 1 минут деп жазамыз. Табу керек біз тербелістер саны. 1, 2 және 3-шісін табамыз. Енді бізде халықаралық бөліктер жүйесі бар. Яғни минутты секундқа айналдыру үшін әрине 1 минутта 60 секунд болғандықтан да 60-ға көбейтеміз. Келесі шешуі. Бұл жағдайда есептің берілгеніне қарай сіздер формула таңдайтындарыңызды ұмытпаңыздар.
Бұл жерде ньюдің формуласы 1 бөлінген т болмайды міндетті түрде. Біз келесі формуласын қолданамыз. N көбейту т. Осы бөліктен n-ді табатын болса, бізде нью мен т өзара не істейді? Көбейтіледі. Олай болса, n1 формуланы жалпы түрде жаздым. Бірінші жағдайда 10 көбейтілген 60 деп алам. Яғни мынау герц және бізде секунд. Герц дегеніміз 1 бөлінген секундқа тең екендігін ұмытпаймыз. Сонда секунд пен секунд қысқарып кетеді да. Бізде 60 секунд тең, кешіресіздер осы жерде. Сонда бізде тек қана сан шығады екен. Бұл бізде 600 герц. Келесі n2, яғни 300 герц көбейтеміз 60 секундқа. Ол тең болады. Ал жердегі 3 18, демек 18 мың болады. Келесі n3 бізде 450 екен. 450 герцті көбейтеміз қаншаға? 60-қа, 60 секундқа. Сонда 45-ті көбейтеміз қаншаға? 6-ға. Ол бізде 27. 270 деген, сонда артына 2 нөлді қысыратын болса, бізде 27 мың шығады. Сонда ең көп қанатын 1 минутта тербеліс жасайтын, ол бізде қанаттармен. Ол әрине маса екен. Себебі оның жиілігі көп екен. Міне осымен бүгінгі тербелмелі қозғалысты сипаттайды. Негізгі теңдеу деп аталатын. Сіздерде 28-29 параграф бойынша сабағымыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарында өте көп комментарий алдағы уақытта күтемін. Қош сау болыңыздар.